Азаны мен күйеуім айтты, бүгін обедке 2 қайның келеді деген. Так, онда не тамақ істесем екен деп үйдегі майда-шүйде тірліктерін бәрін тез-тез бітіріп тастайын дедім. Біз сүйектен басқасының бәрін сиырға береміз, қабықты да, тамақтың қалғанын бәрін. Қайнатам айтады, иттен пайда жоқ, қайта сиырдан пайда бар, сиырға бере бер, сүті көп болады деп. Огородта қалып кеткен осы болгар бұрыштарын бәрін жинап әкелдім да, араларын тазалап, мынау голубцы жасауға дайындап қойдым. Қыста жасаймын деп морозилькеге салып қоймақшымын. Және қалғанын осылай майдалап торап тастадым. Тамаққа қосқанда қыста күшті. Үлкен морозильник етке толды. Кішкентай морозильник осындай қыста сақтайтын малина, клубника, болгарскийлердің бәріне толтырып тастадым. Енді қыста свет өшіп қалмаса екен деп тілеп отырмын. Мен үшін ең оңай тамақ ол бешбармақ. Әрине биелің ауырмаса, онда бешбармақ істеп бере беруге болады. Азанда сомен етті салып қойдым да, басқа тірлігімді істеп жүре бердім. Қамырды да ерте илеп қойған болатымын. Июы қанып күшті жайылды. Қамырды ерте илеп қойғанның бір жақсы жері сол. Қамырды жайып болған кезде қайналарым, күйеуім, атам бәрі келіп қалды. Сомен барлығына қамырды салып беріп, етін турап, қазы, қарта, жал жаясын салып, жақсылап тұрып, ет асып, осылай бірге отырып жеп алды.